Hello everyone. Баршаңызға сәлем. Excel for Kazakhstan Grade 6, ағылшын тілі 6 сынып. Excel кітабы бойынша бірінші 42-ші беттердің тапсырмаларын орындайтын боламыз. Module 4, Drama and Comedy. What is in this module? Бұл модульде қандай тақырыптар өтетін боласыздар? Нақты тақырыптар, тыңдалымдар, әртүрлі мәліметтер бойынша фильм және драма туралы спектакль жайлы сөйлесесіздер және әңгіме жазу. Тақырыптар: драма, әдеби элементтер, фильмнің түрлері, тақты жазушылар Қазақстанның және Англияның. Оқудың маңыздылығы: грамматикадан past continuous және past simple'ды өтетін боласыздар. Яғни өткен шақ және өткен созылмалы шақ. Vocabulary drama exercise 1. Read the definitions of drama, tragedy, and comedy. Can you think of any popular tragedies and comedies? Бірінші тапсырмада драма, трагедия, комедия анықтамаларын оқып шығамыз. Қандай атақты трагедия, комедияларды сіз ойлай аласыз? Drama is literature that is written in order to be performed. Драма сахнада қойылу үшін жазылған әдеби шығарма. Tragedy is a story ending unhappy with something terrible happening to the hero. Трагедия қайғылы оқиғалар болатын, аянышты аяқталатын шығарма. Comedy is a funny story which usually has a happy ending. Комедия әдетте бақытты аяқталатын күлкілі оқиға. Exercise 2. Read the blurbs and in pairs decide whether these plays are comedies or tragedies. Give reasons. Астындағы берілген мәтінді оқып шығамыз. Жұппен бірге қайсы комедияға, трагедияға жататынын анықтаймыз. Себептерін айтыңыз. As you like it, Will Shakespeare. Розалинд жігіт болып киініп орманға қашып кетеді. Ол жерде Орландомен кездеседі. Орландо оның қыз екенін білгенде не болады? Келесі Хамлет. Бай Шекспир. Әкесі қайтыс болғанда Хамлеттің көкесі Клавдий патша болады. Хамлеттің әкесінің аруағы оны Клавдий өлтіргенін айтады. Хамлет кек алады ма? Ромео Джульетта. Олар бірін-бірі жақсы көреді, бірақ олардың отбасылары дұшпан. Олар бірге бола алады ма? Бірінші мәтін As you like it, comedy. It's funny story involving disguises and love. Бірінші мәтін комедияға жатады. 2. Hamlet. Tragedy. It's a serious story about revenge and death. Hamlet трагедияға жатады. 3. Romeo and Juliet. Tragedy. It's about love with a sad ending due to family conflict. Ромео Джульетта трагедияға жатады. Астыңдағы сұраққа жауап берейік. Did you know? Қыз жібек is love story from Kazakhstan similar to Romeo and Juliet. Қыз жібек пен төлеген оқиғасы осы Ромео Джульетта пьесасына ұқсас па? Иә, ұқсас. Қыз жібек and Romeo Juliet are similar. The next one, 42-ші бет. Exercise 1. What do you know about Charles Dickens? What are some of the books he wrote? Charles Dickens туралы не білесіздер? Ол қандай кітаптар жазды? Read the short biography to find out. Өмірбаян оқып шығайық. Чарльз Диккенс 1812 жылы 7 ақпанда Портсмут қаласында дүниеге келген ағылшын жазушысы. Charles Dickens was an English writer born in 7th February 1812 in Portsmouth. He grew up in Kent and his father went to prison. And the young Dickens had to leave school and go to work. Ол әкесі түрмеге түскенге дейін Кентте өсті. Содан кейін жас Диккенс мектептен шығып, жұмыс істеуге мәжбүр болды. Ол 12 жасында аяқ киім бояйтын фабрикада жұмыс істеді. Бұл тәжірибе оның ағылшын кедейлерінің ауыр жағдайы туралы көптеген романдарына шабыт берді. Оның ең танымал кітаптарының кейбірі Кішкентай Дорит, Дэвид Копперфилд және Оливер Твист
Ол 1870 жылы 8 маусымда 58 жасында қайтыс болды. Сұрақ: Чарльз Диккенс қандай кітаптар жазды? Little Dorrit, David Copperfield, Oliver Twist. Exercise 2. Look at the picture. Who are the people in the picture? What do you think is happening? Listen and read to find out. Екінші жаттығуда суретке қараймыз. Суретте кімдер бар? Сіздің ойынша не болып жатыр суретте? Тыңдауымды тыңдап оқып анықтаймыз. Oliver Twist, Life in the Workhouse by Charles Dickens. Жұмыс үйіндегі өмір. Бұның мағынасы детский дом сияқты, бірақ кішкентай бала ол жерде жұмыс істеп, өз тамақтарын табатын орын деп айтуға болады. Мәтінге байланысты жаңа сөздер: workhouse, жұмыс баспанасы; master, шебер; serve, қызмет ету; pot, ыдыс; decide, шешу; lick, жалау; whisper, сыбырлау; elbow, шынтақ; silence, тыныштық; can't believe my ears, өз құлағыма сенбеймін; spoon, қасық; appear, пайда болу; possible, мүмкін; ungrateful, алғыссыз. Life in the workhouse was very hard and the boys were always hungry. The food was always the same every day. A bowl of soup which was mostly water, and on Sundays a small piece of bread. The master of the workhouse served the soup from a big pot, and he gave just one bowl to each boy. The boys became so hungry that one day they decided that someone must ask for more. They thought that if one boy got more soup, they could all get more. They chose Oliver. The master served the soup as usual, and the boys ate it quickly. They licked their fingers and then looked at Oliver and the big pot of soup. "Go on then, go on," they whispered quietly and pushed Oliver with their elbows. Oliver was afraid, but he stood, picked up his empty bowl, and walked slowly to the master. There was complete silence. All the boys were waiting. Hopefully, Oliver held out his bowl. "Please, sir, I want some more." The master couldn't believe his ears. He looked at Oliver's pale, thin face and the empty bowl. "What?" "Please, sir, I'm hungry. I haven't had enough to eat. I want some more," said Oliver again. "Mr. Bumble," shouted the master angrily, and he hit Oliver on the head with his big soup spoon. All the boys waited to see what would happen. Mr. Bumble appeared at the door. "What's the matter, master? Have the boys eaten?" Oliver Twist wanted more soup. Mr. Bumble's face went red, and he looked very angry. "What? It's not possible. No one has ever asked for more. Oliver Twist, you are a bad, ungrateful boy." Өте аянышты оқиға. Жұмыс үйіндегі өмір өте қиын болды. Және балалар әрдайым аш болатын. Тамақ әрдайым бірдей болатын. Негізінен суы бар, бір тамақ сорпа. Жексенбі күндері кішкене нан берілетін. Жұмыс үйінің бастығы сорпаны үлкен қазаннан беріп, әр балаға тек бір табақтан ғана беретін. Балалар соншалық аш болды. Бір күні біреуінің көбірек сұрауы керек деп шешті. Олар бір бала көбірек сорпа алса, бәрі көбірек ала алады деп ойлайды. Олар Оливерді таңдады. Бастық солай әдеттегідей сорпаны берді. Балалар оны тез жеді. Олар саусақтарын тістеп Оливерге және үлкен сорпа қазанына қарады. "Жігіттер бар да, алыңдар" деп сыбырлады. Олар және Оливерді шынтақтарымен итерді. Оливер қорықты, бірақ тұрып, бос табағын алды да баяу бастығының алдына барды. Барлық балалар үмітпен күтіп тұрды. Оливер табағын созды. "Өтінемін, мырза, маған тағы беріңізші." Мастер естіп тұрғанына сене алмады. Ол Оливердің бозарған арық
бетіне және бос табаққа қарады. Не? Өтінемін мырза, мен ашпын. Мен әлі толық тамақ ішпедім. Маған тағы беріңізші деді. Оливер тағы да «Мырза Бамбл» деп айқайлады. Мастер ашуланып дауыспен. Ол үлкен сорпа қасықпен Оливердің басынан ұрды. Барлық балалар не болатынын көру үшін күтті. Мырза Бамбл есік алдында пайда болды. Не болды, мастер? Балалар тамақтанды ма? Оливер Твистке сорпадан тағы бер. Мырза Бамблдың беті қызарып, ол өте ашуланды. Не? Мұндай мүмкін емес. Ешкім ешқашан тағы сұрамаған. Оливер Твист, сен шын мәнінде риза емес баласың. Енді сұрақтарға жауап берейік. Суретте кім және не болып жатыр? In the picture, a man with a big spoon is giving soup to boys. The boys are very hungry and get only a little food every day. They want more soup, so they ask Oliver to ask the man for more. Oliver is scared, but he takes his empty bowl and goes to the man to ask for more soup. The other boys watch and hope Oliver will get more food. Осымен сабағымыз аяқталды. The lesson is over. Сабақ пайдалы болса лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Достарыңызбен бөлісіңіздер. Бай-бай. Сау болыңыздар.